Кезегенмен туғандар, кешкі базарға келіп жеттік. Дағы бір жолы ассалаумалейкум. Құрметті Бішкек хабар каналының талшылары. Бүгін 13 ноябрь болып қалды, 2021 жыл. Базардан кейінгі жолдың жегіндегі уналарды көрсетуін антамыз. Видеоны аяғына чейін көріп, біз менен чоғы базар бағасын біліп тұрыңыздар. Бізді біріншілерден көріп жатқандар болса, сөз түрде каналға жазылғанды ұмытпаңыздар. Бұл жерде Toyota Ipsum 187 000 км жүрген, жылы 2003-2004 $6,900 деді. Оның жанында бір Honda Step RF1 Россиядан келіп тұр. Дөңгелектерді қышқы, жылы 97 жыл екен, срочно сатам дейді. Номері бар, қазір иесінен мәліметті сұрайлы. Машинаны тартамыз ба екен? Басы қанша алды? Басы. Басы 4 мың доллар. $4,000 дейді, ұшыл істеп, Россиядан келіп тұр. Бұл жерде Honda Accord Universal 2001-2003 $4,700. Номері 0507 15 51 71 деген номерде. Дөңгелектері қышқы. Жігіттер içinde бар екен. Пробег қаншалық қалды? Мынайлы ашып көреді. 223 000 км жүріп тұр. Honda Accord Universal Sir. Оның жанында Россиядан келіп тұр. Ұшы жетісті көрсетайын. Транзит номерде. Азыр учеттан шығарып алып келіп тұр. Коробкасы механика. Жылы 2004 жылғы 1.3 механика. 176 000 км жүріп тұр. Бірақ тілеге қаршы үнен есі жоқ болады азыр. Россиядан келіп тұр. Үнен талы кейін Honda Step Spada қара түсті 2004 2 объем $7,500 деді. Номері бар, сөйлешіп көрсеңіздер болады. Бұл жерде Mitsubishi Colt автонасы 98 1.5 150 000 сом. 150 000 сом, коробкасы автомат. Honda Odyssey дөңгелектері қышқы. Жылы ештікесі жазылып тұрады, есінен сұрайыншы. Жылы 98 бі? 95, 2-3, қанша дадасыз? 200. Қайсы номерге чаңшы керек келентер? Айтқысаңыз. 555 32 88 04. 200 000 сом айтылыш басы дейді. Honda Odyssey. Бұл Passat сатылмайды ұқсайды. Ондан кейінгі Audi S4 91 2 объем моно 185 000 сом дейді. Байланыш номері бар. 91 жылғы. Дөңгелектері азыр жайық екен. Абалы жақшы. Онан тауыз бұл жақта Passat B3 Universal автонасы сода болып жатыр. 90 жылғы срочно дейді. 1.8 моно 125 000 сом. 218 000 км жүріп тұр. Бұл жақта көк түсті Семерка 2008 жылғы 1.6 145 000 сом дейді. Номері бар екен. Лада Приора инжектор өстігі? Бұл да сіздігі? 2007 жылғы көлемі 1.6 механика 210 000 сом, газ, бензин, без вложения дейді. Бір салон açайыншы, көрелінші. Кетіп қалды өйесі. Задний камерасы бар екен, ұлан тауыз. Бұл жақта Honda Fit Россиядан келіп тұр. Жылы 2002 1.3 коробкасы автомат 350 000 сом айтылыш басы дейді. 350 000 сом. Сізге бәкі? Ес қаяқта екен мұның? Сізге, 340 000 сомға береміз дейді. Азыр мұна жолдың арқы бетін өтен, осы жақтадағы азыр ұналар көп, тартамыз. Алыстабай тұрыңыздар. Бұл жерде дағын бір көк түсті Honda Fit жылы 2003 жылғы 1.5 $5,400. Басы
Ошондо кандай болду? Же 4600 бу, же 460 миң сом бу? 450 берем. 450ге? 450ге берем дейт. Номер бар экен. 450 миң сомго берем дейт. Бияктан бир өтүп коеюнчу. Салондору жакшы экен, бирок чехолдор мощно салынып. Фиттин состояниясы кандай эми? Не кылыш керек? Жумуш барбы? Жумушу, мен амантыш керек болду ошол. Geçпей калдым. Рычагды. Рычагды алмаштырыш керек экен, а? Мотор коробкасы жакшы эле акыры? Провозный басылып тур. Состояниясы жакшы. Улантабыз. Кийинки бул жерде Россиядан келген Toyota Passo автонасы түсү ак түстө. Улай болуп кетиптир го бул жак. Жылы 2004, көлөмү 1, 200 миң километр жүрүптүр, 270 миң сом дейт. 270 миң сом. Toyota Passo. Бул жерде Mazda Demio транзит номерде 98-жылкы, көлөмү 1.3, автомат 145 миң сом. Кайсы номерге чалыш керек экен клиенттер? 0775 55 01 01. 55 01 01. 0771 менен. Азыр эми как раз эси ушул жерде экен. Боло турган баасын айтып коесузбу экен? 10 миң түш берем, 135 берем. 135 бересиз. Азыр сизден алган киши шаарчыда ойлонбой такси кылса болобу? Вложениясы жок, 135 миң сомго берем дейт. Nissan Almera жашыл төстө 96-жылкы 1.4 механика 155 миң сом. Таксиге даяк экен. Mercedes 190 85-жылкы. Салам алейкум, канчада атасыздар? 100 миң. Колго тие турган айтыңызчы. Колго тие турганы 85 миң. 85 миң сом берип коесуз. Мотору кайсы мотор? 2 ами. Простой мотор. Же плита моторбу? Простой мотор. Плита мотор 2 объем 85 миң сомго берип салам дейт. 100 негизи 100 миң сом деди. 85 миң сомго берип салам дейт. Бул жерде дагы бир семерка транзит номерде учеттон чыгарып алып келиптир. Сиздер сатып алып туруп эле сразу учетко коюп алсаңыздар болот экен. 2011-жылкы 1.7 инжектор. Басы азыр 150 миң сом дейт. Азыр рейстан бул жерде канча болот эми болушу? Не жумуш бар? 130. Эчтекеси жасаш керек. Только документ. Только айдаш керек. Только айдаш. 130 миң сом дейт. Болушу. Эчтекесин жасатышың кереги жок, только айдаш керек дейт. Азыр пулста. Пуш куртулай. Чиповый. Чиповый экен, пуш старт бар экен ошо Жигулиде биринчи жолу. Дөңгөлөктөрү кышкы, абалы жакшы. 130 миң сомго берип салабыз дейт. Бул жерде Golf 3 9218 моно, коробкасы механика 160 миң сом дейт. Жактасы ошо да? 145 болот. 145 миң сом болор дейт. Обмен бар экен, номерге чаласыздар. Golf 3 состояниясы жакшы. 224 миң километрди көрсөтүп жатат. Үстүндө люк дагы бар. Ondan keyin bu жерде 2 Honda Step RF 1 turат, ошолорду тартып кетейин. Түсү ак түстү. 2000-жылкы 2 объем $4600. $4600. Азыр эшиги жабык экен. Артыңкы дөңгөлөгүндө алып көрөлүчү. Ondan keyinki дагы бир RF 1. Дөңгөлөктөрү кышкы. Азыр салонду ачып көрөлүчү. Салону. Жылы 2000, 2 объем автомат $5800. $5800 номери 706 9036 73 деген номерде турат. $5800. Улантабыз. Бул аш сатылбайт окшойт. Бул жерде дагы бир семерка ак түстөгү автона 99-жылкы 1.5 экен. Мотору карбюратор 120 миң сом. 120 миң сом дейт.
120 миң сом. Артынан көрелі. Бұл жақта Volkswagen Bora 5 цилиндр. Жылы 99-2-3 механика. 230 миң сом дейді. Номері 509 71 41 11. Коробка механика 5 штук екен. Стеклоподъемниктер электрический. Пробег 240 миң километрді көрсетіп жатады. Еме бияқтан уланталы. Азыр еме қатарынан эле семеркалар тұрып қалыптыр. Мен жана тартып кеттім. Башкаларды тартайын. Бұл жерде Audi S4 91 жылғы 2 объем инжектор 190 миң сом сұрап атам дейді. Дағы бір Mazda Demio автонасы Россиядан келдіктір. Оңырылды, Японец 2000 жылғы, көлемі 1.3 автомат. Басы $2000 есептеп жазып қойып тұр. Емес соңғы есептегенде бұл отырған қанша болады? Есептеп қойдыңыз? 160 миң. 165. 160. 160. Коробка автомат, 1.3 объем, 160 миң сом дейді. Toyota Caldina 2000 жылғы, 2 объем, $4300. Номері бар, $4300 дейді қазір. Салонды ашып көріп қойлы. Стеклоподъемниктер электрический екен, коробкасы автомат. Қазір артына өтіп келеді. Toyota Caldina 2 объем. Бұл жерде туғандар 9 кат спринтер грузовой срочно сатылады дейді, $8500. 2000 жылғы, 2 жеті механика. Байланыс номері бар. Азыр мен үшіні артыңқы дөңгелектерін, кузовтарын көрсетіп кетейінші. Срочно $8500 дейді. Бұл жерде дағы бір жақша балында Audi S4 автонасы 92 жылғы, 2.6 механика, 210 миң сом дейді. Байланыс номері бар, дөңгелектері жақшы. Азыр салон ашып көрелі. Коробка механика 500 ступка, пробег 261 миң километрді көрсетіп жатады. Азыр рейсі сіз оқша сәмеқті. Ютубқа шығарып. Қанша болады пәкі болушы? Болушы ғой, 195 беріп. Болды тұрғанбыз. Азыр сізден отырған үшін не ақытшылық, не жұмыс бар конкретно? Терезе, адам бұл ешкі шарақ болды ғой. Ошағын мен шуылқасын қотап қойып, мотор қадауы жазалған. Ол жасалған, 195 миң сом болушы. 195 миң сом дейді. Ондан кейін бұл жерде Golf 2 автонасында көрсетейін. Коробкасы механика, жылы қайсы екен бұла? 1.3 Monaco, 50 миң сом. Golf 2, 50 миң сом дейді. Салам алейкумдар. Қандайсыңдар? Жақсылар? Сіздер саттансаңдар, аталары бар ғой. Бұл 1.3 бішін да? Жыл қайсы? 90. Қанша бересің әлі бол отырған басың? 50. Болышы, 50 миң сом. Ошы 45 миң. Қағазымда қылмын, номер көрсетіп қойын. Тықай. Бияғыдан бір көрсетейін, аз жақсы қылып. Номері 0519-23-22 деген номерді. 45 миң сомға ұшында Golf 2-не оламын дегендер болса. Азыр мен нормально айда жүрі машина. Состояниясы жақшылау. Шығарышын ояқпай қайды салады да. Мотор коробка жаңы. Я. Мотор коробкалар жаңы болды. Жаңы басылған, бір өзіне. Оталдырмайсың бір көрелі. Нормально тұрмай, ға? Тықай. Азы оталды. Жақшы. 45 миң сом дейді. Мотор коробкасы жаңа басылып тұр. 45 миң сомға береміз дейді. Номерге чалып, сөйлесіп көріңіздер.